атаға дейінгі таралуы соны сипаттап береді. Бала өсіп келе жатқанда өздерінің жеті атасын білген жөн. Өзінің таралуы, жеті атадан таралған ұрпақтар бір-біріне бауыр болып келеді. Жеті ата дегенді айтып берсем, баладан әкеге кетеді, әкеден ары қарай атаға кетеді, атаның ар жағында арғы атасы болады, арғы атадан бабаға тарайды, бабадан түп атаға кетеді да, одан кейін тек ата. Вот міне бұл жеті ата болып саналады. Мысалға менің немерем Ашонның Асыл Нұрдың өзінен тараған кезде өзінің әкесі менің балам Абзал. Бұның атасы мен боламын Сәбит. Менің әкем бұның бабасы болып есептеледі. Арғы атасының әкесі Өтеш баба болып айтылады. Бабаның ар жағындағы Жалайырдан тараған Көпсек атамыз бар. Көпсек атамыз ол біздің түп атамыз болады, тек атамыз Қайшылы болады Жалайырдан тараған. Міне осы сендердің жеті аталарың. Осыны біліп жүріңдер. Бұны мен сендерге жазып бергем. Жазбашасы да бар, енді үйге қыстырып қоямыз жақында. Жаздыртып жеті атамызды білгендерің абзал. Білдің ба? Балаларым?